Сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін түріктің нағыз семит наны рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, комментария қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен өзімізге ыңғайлы ыдысқа жылы суымызды құйып, үстінен тұз, сұйық май және ашытқымызды салып, венчикпен бір келкі араластырамыз. Сосын үстін орап, жылы жерге 10 минутқа қоямыз. 10 минут өтті. Енді ұнымызды електен өткізіп, азаздан салып, қамыр илейміз. Қамырымыз осылай қатты болады, бірақ сіздер оған қорықпаңыздар. Осылай қаттырақ болғаны дұрыс. Қамырымызды илеп болдық. Енді үстін жақсылап орап, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашып көтерілді. Енді өзіміздің қалауымызша бөліктерге бөлеміз. Қолымыздың көмегімен осылай дөңгелектеп жаямыз. Екі қамырды осылай бір-бірімен айқастырып орап шығамыз. Сосын екі басын біріктіріп жабыстырамыз. Ал енді шәрбәтін дайындаймыз. Жүзім пекмезі болмағандықтан 2 ас қасық бал, 4 ас қасық су және 1 жұмыртқаның ақуызын қосамыз. Алдымен барлығын бір келкі араластырып, сосын шәрбәтқа нанымызды батырып, одан кейін кунжуттың үстіне аунатып аламыз. Сосын қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Ал енді семит нанымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.